Assalamu alaikum musulmanдар. Біздің кезекті жұмысымыз темір әткеншектерді көрсетеміз. Алдыңғы темір әткеншекте айтылмаған тұстарын осы видеода айтуға әрекет етеміз. Ең алдымен размерлерге келетін болсақ, профильді труба 40-қа 40, қалыңдығы 1,5 мм. Соны пайдалана отырып, бізге керекті размерлерді кесіп дайындап қойдық. Мынау астыңғы бөлігі 60 см кестік, және екі стойкасы, екі қабырғасы 90 см болды, және де үстіңгі бөлігі 1 метр. Біздің подшипник тұратын орында мынандай мықтауға темір кесіп дайындап қойдық. Және де әткеншектің бір өзгерісі астында аяқтары болады. Мындай күйде аяқтары болады. Енді осыны жайлап құрастырамыз. Әткеншектің екі шетінде тұратын екі стойкасын дайындадық. Мынандай күйі бар. Аяқтары осындай Т-образный қылып жасап дайындап қойдық. Және де жаққа пластинканы мақтап әкелдік. Енді қоятын подшипнигімізге ішіне кіріп тұратын штуцер жасаймыз, және сыртына обойымдау жұмыстарын жасаймыз. Біз штуцер жасау үшін сондай вал есебінде штангыны пайдаланамыз, және сыртқа обойымға 50-лік тұрғаны пайдаланамыз. Подшипникті дайындау жұмыстары мынандай тәсілмен істеледі. Тұрбаны подшипниктен 5 мм-дей енділеу қылып кесеміз. Екі тұрба, екі подшипникке. Және де мынандай штангыны өзіне сыймағандықтан болгарканы немесе точилканы пайдаланып, осыны штангыны жұқартамыз. Айтып өткендей, подшипниктерімізді обойымдадық. Ол көріп тұрғанымыздай тәсілмен істелді. Тұрбаны керекті размерді кесіп алып, ортасын тілеміз. Сосын ортасы ашылғаннан кейін подшипникті ішіне салып, анда тискіге қысып, ашық жеріне сым, тағы сол сияқты нәрселерді дәнекерлейміз. Мынандай подшипниктің өзін ұстап тұрушы вал есебінде штангыдан болгаркамен жорналып істелді. Кезекті жұмыс мына обойымды профильге дәнекерлеу, және де профильдің өзін обойымға сәйкесінше қылып ойып кестік. Ар жағында дәл солай. Енді осы екі обойымды соған дәнекерлейміз. Әткеншектің бұл бөлігінде барлық жерін дәнекерлеп дайындап қойдық. Ұзындығы шекесінен астына қарай 80 см. Енді мына тербелетін бөлігі деп отқанда ішіне подшипнигін салдық, және ішіндегі валын қойып, сол арқылы подгонять етіп приходқа ұстатып қойдық. Ар жағына
Мына басындагы зазордон сәл кичилүү кылып зазор тастап, ушундай жүйө менен приходко ылдырдык. Енді өзін алып тастаймыз. Және валды айналдырып толығымен дәнекерлейміз. Әткеншектің тербелетін ілгіштерін ілдірдік. Бұл мынандай жүйе. Мына ішкі подшипникке мына валды екі жерінен дәнекерледік. Және де осының бетіне листтен қақпақ жасаймыз да үш жерінен приход береміз. Мына жағы да дәл солай. Әткеншегіміздің мынандай листтерін кесіп дайындадық. Қалыңдығы 1,5 мм. Ені 8 см, ұзындығы 59 см. Осына мындай күйде июмен әткеншектің тағы бір бөлігін құрастырамыз. Тағы бір бөлігі дайын болды. Мынандай сәбилер жататын орнына листі майыстыру арқылы рамкаға дәнекерледік. Әткеншектің тербелмелі бөлігін өзіне орнаттық. Ол былай істелді. Төбедегі зазор, астындағы зазор дәл сондай болу керек. Және де мына шетпен стойканың арасындағы зазор мен арғы шеттегі ара қашықтықтары бірдей болу керек екенін ескеру керек. Және де ар жағында стойка мен бергі қимылдаушы бөлігі тең тұру керек. Оны біз мындай профильді бекітіп ұстатып қойып центровка шығардық. Жан-жағын қарап, болмаса мындай струбцендермен қысып центровка шығаруға болады. Бұның бір ерекшелігі сол қозғалып тұрғанда қисық қозғалмайды, осындай центровкамен шығарылса иншалла. Және де мынандай екі крышка кесіп дайындадық. Подшипниктердің орнын бітеп тастаймыз. Біз әткеншегіміздің толық жұмысын бітірдік. Енді краскілеу жұмыстары қалды. Осындай тербелмелі әткеншектерді өздеріңіз үйден қолмен құрастырсаңдар болады.